Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз 3 ағзаттан тұратын әдемі ерекше салат дайындаймыз. Оған сыр керек, кептірілген чечил, қызылша керек, сары жүгері керек. Үшеуін әдемелеп турап аламыз. Сырды жіңішкелетіп, арасын ажыратып аламыз. Қызылшаны көбіктеп турап аламыз. Және сары жүгеріні араластырып, жақсылап майонезбен араластырып аламыз. Сосын татымына қарай көресіз, тұз қажет болса. Негізі тұз қажет емес, өз сыры тұздалған ғой. Әдемі ерекше дәм береді. Сондай жегенге әдемі татымды салат болып шығады. Құрамы да көп емес. Дәмі тамаша. Жасап көрге кеңес берем. Менің каналым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.